Желіде төбе шашың тік тұрарлық сұмдық ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды апта бойы алғашылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Сұмдық істі өз еркіменен болды деп жауып тастаған. Түркістан облысындағы 70 жастағы зейнеткер 15 жастағы қызды зорлады деген күдік келінді. Жасөспірімді қорлаған адам оның туысы әрі көршісі. Сұмдық істің салдарынан жасөспірім жүкті бөліп қалған. Оны анасы 7 айында бір-ақ білген. Сөйтіп қызды Астанаға апарып босандырған екен. Ауыл тұрғындарының сөзінше, қыз ол кезде 10-шы сыныпта оқып жүрген. Сөйтіп ол ақпан айында ұл туған. Қазір бала 9 айлық. Бұл сұмдықты естіген тұрғындар зейнеткердің отбасына ауылдан көшіп жібермек, оның үстіне істі өз еркіменен болған деп жауап тастапты. Қыздың анасы ДНК нәтижесінде қария шықпаса, Астанаға барып тексертемін деп отыр. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды. Ал білім басқармасы жәбірленушіге психологиялық көмек көрсетіліп жатқандығын айтуда. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар үшін қызықты болса, арнамызға тіркеліп лайк түймесін басыңыз.